Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Қарасай ауданы Санжар Жандосов атындағы Қаскелең кәсіптік техникалық колледжінің математика пәнінің оқытушысы Досмайылова Ардақ Болатовнамын. Бүгінгі математика пәнінен сабағымыздың тақырыбы көпжақтар призма. Сабақтың мақсаты көп жақ анықтамасын және оның элементтерін білу, призманың анықтамасын, оның элементтерін және призманың түрлерін білу, жазықтықта сала алу. Күтілетін нәтижелер: көп жақтар ұғымын және оның элементтерін меңгереді, призманың анықтамасын, оның элементтерін және призманың түрлерін біледі, жазықтықта сала алады. Көп жақ дегеніміз жазық көп бұрыштармен шектелген геометриялық дене. Көп жақ ұғымын тереңірек түсіну үшін келесі видеоға назар аударайық. Бұл көп жақ, көп бұрыштардан тұратын кеңістіктің қатты заты. Сіз көп жақтың бір жағын ұстадыңыз. Бұл жазық аумақтың бірі. Сіз көп жақтың қырын ұстадыңыз. Бұл көп жақтың екі жағын байланыстыратын кесінді. Сіз көп жақтың төбесін ұстадыңыз. Бұл нүктеде үш немесе одан да көп жақ қырларының ұшы түйіседі. Видеода көп жақ анықтамасына және оның элементтеріне тоқталып кеттік. Енді көп жақ ұғымына өмірде мысал келтірейік. Мысалы, құрылыс саласында неше түрлі формада ғимараттардың салынуы, яғни пирамида түрінде, параллелепипед формасында, призма формасында, қиық пирамида формасында ғимараттарды мысал ретінде келтіруге болады. Енді көп бұрыштардың элементтеріне кеңінен тоқталайық. Жазық көп бұрыштар көп жақтың жақтары. Көп бұрыш қабырғалары көп жақ қырлары. Асы қыры, Б-сы қыры, С-ды қыры, тағы сол сияқты. Көп бұрыштың төбелері көп жақтың төбелері. А төбесі, С төбесі, Б төбесі, Д төбесі, тағы сол сияқты. Көп жақтың бір жағына тиісті емес, екі төбесін қосатын кесінді көп жақтың диагоналі деп аталады. Бізде көп жақтың бір жағына тиісті емес екі төбесі, А төбесі және С төбесі. Осы екі төбені қосатын асы кесіндісі көп жақтың диагоналі. Сондай-ақ Е және F те көп жақтың бір жағына тиісті емес екі төбесі. Бұл екі төбені қосатын EF кесіндісі көп жақтың диагоналі. В мен Д да көп жақтың бір жағына тиісті емес екі төбесі. ВД бұл да диагоналі болып келеді. Сонымен төбесі, қыры, жағы, диагоналі. Бұл көп жақтың элементтері. Егер көп бұрыштың барлық төбелері кез келген жағы арқылы жүргізілген жазықтықтың бір жағында орналасса, онда оны дөңес көп жақ деп атайды. Суретте дөңес көп жақты көріп тұрсыздар. Көп жақтың түрлеріне пирамида, призма, параллелепипед жатады. Соның ішінде призмаға тоқталайық. Призма дегеніміз табандары параллель жазықтықтарда жататын, тең көп бұрыштардан және табандарын қосатын кесінділерден бүйір қырларынан құралған кеңістіктік денелерді призмалар деп атайды. Бұл жерде параллель жазықтықтарда жатқан табандары А1, А2, А3, А4, АН тағы сол сияқты кете береді. Б1, Б2, Б3, Б4, Бн. Бұл параллель жазықтықтарда жатқан екі табаны. Тең көп бұрыштардан құралу керек. Яғни А1, А2, А3, А4, АН бұл 5 бұрыш, Б1, Б2, Б3, Б4, Бн бұл да 5 бұрыш, яғни тең көп бұрыштардан құралған. Табандарын қосатын кесінділер А1, Б1, А2, Б2, А3, Б3 бұл бүйір қырлары. А1, Б1, Б2, А2 бұл бүйір жақтары. А2, Б2, Б3, А3 бұл да бір бүйір жағына мысал бола алады. А1, Б1,
А2, B2 бүйір қырлары, А3, B3 те бүйір қырлары болып келеді. Призманың биіктігі деп табан жазықтықтары арасындағы ара қашықтықты айтады. Мына жүргізілген перпендикуляр бізде призманың биіктігі болып келеді. Келесі видеоға назар аударайық. Жанар, саған тапсырмам бар. Сенде әртүрлі түсті екі қорап бар. Призма болатын барлық фигураларды жасыл түсті қорапқа, ал призма болмайтындарын қызыл қорапқа сал. Призманың не екені есімде жоқ. Призма деп табандары екі параллель жазықтықта жататын, бүйір жақтары параллелограмм болатын көп жақты айтамыз. Түсінікті. Мысалы, конус призма болмайды. Себебі оның тек бір ғана табаны болады. Дұрыс. Енді фигураларды қораптарға жинау ретін білем. Призма табан қабырғаларының санына байланысты аталады. Егер табаны үш бұрыш болса, онда призма үш бұрышты призма. Төрт бұрыш болса, төрт бұрышты призма деп аталады. Сондай-ақ бес бұрышты және алты бұрышты призмалар да бар. Призманың түрлеріне тоқталайық. Табан қабырғалардың санына байланысты үш бұрышты, төрт бұрышты, алты бұрышты, тағы сол сияқты болып бөлінеді. Бүйір жақтарының орналасуы бойынша тік және көлбеу болып келеді. Бүйір қырлары табандарына перпендикуляр болса, ондай призмалар тік призма деп аталады. Тік емес призма көлбеу призма деп аталады. Келесі видеоға назар аударайық. Бұл фигуралар призма деп аталады. Мына екі жағы табаны деп аталады. Табандары бір-біріне тең көп бұрыш. Қалған беттері бүйір жақтар деп аталады. Бұл тік үш бұрышты призма. Неліктен тік деп атаймыз? Қараңыз. Тік призманың бүйір жақтары оның табанына перпендикуляр болады. Текшенің боялған жақтары бір-біріне параллель. Табандары да бір-біріне параллель. Призмада перпендикуляр жақтардың 6 жұбы бар. Призмада параллель жақтардың тек бір жұбы болады. Бұл екі қыр бір-біріне параллель. Бұл екі қырда бір-біріне параллель. Мына екі қыр перпендикуляр. Мына екі қырда бір-біріне перпендикуляр. Бекіту тапсырмаларына келейік. Жақтары ең аз болатын көп жақты атаңыздар. Оның неше қыры төбесі диагоналі болады. 5 жақтың жағы 4 бұрыш, 5 бұрыш бола ма? Көп жақтың жақтарының бірі 6 бұрыш. Осы көп жақтың ең аз дегенде неше қыры болуы мүмкін? 8-9 қыры бар көп жақты салыңыздар. Бұл тапсырмаларды маған Платонус білім беру платформасынан жіберсеңіздер болады. Үй тапсырмасы. Суретте берілген көп жақтардың төбелерінің, қырларының және жақтарының санын есептеңіздер. Яғни төбелерінің санынан қырлары мен жақтарының сандарының қосындысын азайтқанда нешеге тең. Екінші тапсырма табиғаттағы көп жақтарға мысал келтіру, суретін салу, макетін жасау. Тұрмыс заттарындағы көп жақтарға мысал келтіру, суретін салу, макетін жасау. Бұл жерде макетін жасау дегенде қарапайым үй жағдайында қораптан жасауға болады. Яғни жақтарын, қырларын түрлі түсті қылып безендіріп, ерекше айрықша көрсетуге болады. Есеп: 4 бұрышты дұрыс призманың табан ауданы 144 см квадрат
биіктігі 14 см призма диагоналін табыңыздар. Бұл есепке байланысты және де басқа да тапсырмаларға байланысты нұсқаулықтар, дескрипторлар, формулалар, ережелер Платонус білім беру платформасына жүктелінген. Сол жерден жүктеп, ашып, түсініп, орындап маған жүре берсеңіздер болады. Рефлексия. Аяқталмаған сөйлем рефлексиясын қолдану арқылы бүгін мен нені білдім, сіз үшін не қызық болды, сіз үшін қай жері қиын болды, қандай тапсырмаларды орындадыңыз. Осы аяқталмаған сөйлем рефлексиясын қолдану арқылы бүгінгі сабаққа кері байланыс жібере аласыздар. Платонус білім беру платформасынан сіздерден үй тапсырмасын, бекіту тапсырмасын және де осы сабаққа деген кері байланысты күтемін. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.